Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен аңсаған, яғни бүгін бізде вареники деген тағам. Осы тағамды жасалу жолын өзімнің рецептіменен сіздермен бөлісетін боламын. Қамырымыз осындай әдемі болып піскенін қаласаңыз, видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыз. Ең алдымен пюремізді дайындайтын боламыз. Оған керекті заттар картошка, яғни картошкамызды жіңішкелеп турап алатын боламыз. Жіңішкелеп турап алсаңыз өзіңізге жақсы, уақытыңызды үнемдейсіз және пюреміз тез дайын болып тез пісетін болады. Сол сәтте суымызды газға қойып қоямыз. Мінекей суымыз да қайнап жатыр. Қайнаған суға картошкамызды салатын боламыз. Дәміне қаратай тұз саламыз. Кішкене араластырып, бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Сол сәтте картошкамызды пісіп қалды. Сүзіп аламыз. Мінекей піскен картошкаларымыз дайын болды. Енді дәмінде тұз болмаған болса, сәл-сәл тұз қосамыз. Шамалы қара бұрыш қосамыз. Аздап сүт қосатын боламыз. Маргарин қосамыз. Маргариннің пайызы маңызды емес. Қамырымды дайындап алдым. Бұл қамырға илеген кезде мен тұзды суға иледім. Тек тұзды су және жылы су. Өте қатты емес, өте жұмсақ емес қылып, орташа қылып илеп алдым. Мінекей нанымызды жіңішкелеп мантыға жайғандай жайып аламыз. Содан соң дөңгелекше етіп кесіп аламыз. Ішіне осай салмамызды саламыз. Әдемілеп шеттерін жабыстыратын боламыз. Шеттерін жақсылап жабыстырамыз. Дайын болған қамырларымыздың бетін өстіп жылылап жауып қоямыз. Келесі кезекте мантаваркамыздың табағын майлаймыз. Содан соң шетінен алып, осылайынан қиғаштай отырып, мантаваркамызға тізіп шығамыз. Осылай қиғаштап салатын болсаңыз, өте ыңғайлы, алған кезде де әдемі шығады. Яғни вареникиларымызды мантаваркаға пісіретін боламыз. Қамырымызды жайып бастап атқан кезде мантаваркаға суыңызды қойып, дайындап қойсаңыз болады. Сіз түйіп болғанға дейін суымыз қайнап, біз салатынға дайын болып тұратын болады. Мінекей суымыз да қайнады. Енді мантаваркамызға саламыз. Кем дегенде 20-25 минутта қамыры піскенге дейін қарап отырасыз. Сол аралықта дайын болып қалады. Міне қамырымыз әдемі болып пісті. Яғни вареникеміз өте дәмді, тәтті болып дайын болды. Жасап көріңіздер. Ұнаған болса лайк басыңыз. Келесі кезекте видеода қандай тағамды көріңіз келеді, комментарияда бөлісіңіз. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.